Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Менің есімім Садықова Бағила, география пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі сіздермен бірге өтетін сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы табиғатты пайдалану ерекшеліктері. Ал бүгінгі сабақтың мақсаты табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін әсерлерін анықтау және бағалау болып табылады. Экономикалық және әлеуметтік географияны оқыған кезде сіздер табиғи ортаның шаруашылық пен жергілікті аймақтарға тигізетін әсері туралы білген боларсыздар. Яғни табиғи орта жергілікті халықтардың экологиялық әсеріне тікелей және жанама түрде әсер етеді. Табиғи орта, балалар, ол жалпыға ортақ дүние болып табылады. Яғни табиғи орта негізінен табиғат ресурстарын пайдалануды және оны қалпына келтіруді жүзеге асырып отырады. Табиғи орта сонымен бірге ол өзіне қалдықтарды да жинайды. Қазақстанның табиғи ерекшеліктері 3 маңызға ие болып табылады. Біріншіден, Қазақстанның территориясы көріп тұрғандарыңыздай өте үлкен, кең аумақты алып жатыр. Жер шарындағы жер көлемі бойынша 9-шы орында алатын жер ресурстарына өте бай мемлекетпіз. Яғни осы мемлекетіміз біздің жер шарындағы жалпы бір климаттық белдеуде жатыр. Яғни түгелімен Қазақстанның жер көлемі климаттық белдеуде жатыр. Бір климаттық белдеуде жатқандықтан ондағы табиғи ерекшеліктер де бір-біріне ұқсас болып келеді. Қазақстанның осынау үлкен кең алқабының 3-тен 2 бөлігін шөлді ландшафттар алып жатыр, балалар. Шөлді ландшафттар өзінен оттекті аз бөлгендіктен, оның ластану дәрежесі басқа аймақтарға қарағанда жоғары болады. Яғни, Қазақстанда үлкен аумақты қамтитын осынау Қазақстанның оңтүстігіндегі шөлді аумақтар органикалық қалдықтарды да аз береді. Екіншіден, Қазақстанның территориясында үлкен орман массивтері жоқ, балалар. Яғни орман массивтері экологиялық жағынан өте тиімді болып табылады, атмосферадағы ауаны қалыпқа келтіріп отырады, яғни оттекті өндіретін негізгі заттар болып табылады. Сол себептен экологияны қалпына келтіру жұмыстары өздігінен жүзеге аспайды. Үшіншіден, Қазақстанның 80% аумағын шөлді массивтер алып жатыр. Шөлді массивтер антропогендік әсер нәтижесінде оңай бұзылады және де қалпына келуі өте баяу түрде жүзеге асады. Біздің елімізде табиғи ресурстардың барлық түрі кездеседі, балалар. Оның ішінде Қазақстан минералды ресурстар мен жер ресурстарына өте бай мемлекет. Бірақ бізде осындай табиғи байлықтар көп болғанымен, онымен табиғи байлықтармен қамтамасыз ету барлық аймақта біркелкі таралмаған. Осындай табиғат байлықтарын өндіру барысында біздің атмосферамыздың көп бөлігі ластанып, қазіргі кезде өте қапатты аймақтарға айналды. Қазақстанда 30-дан астам экологиялық жағдайы шиеленіскен аймақтар бар. Оларды атап айтатын болсақ, бұл картада көріп тұрғандарыңыздай, Батыс Қазақстан экономикалық аумағында кертпештер опырылу, шөлге айналу, ауаның ластануы, мұнайдан жер сілкінуі, топырақтың мұнаймен ластануы, жанғыш газдар, теңіздердің мұнаймен ластануы, радиоактивті қоқыстармен ластану мәселелері өте жоғарғы екендігін көріп тұрсыздар. Ал солтүстік Қазақстан экономикалық аумағында топырақ эрозиясы, шаңды дауылдар, радиоактивті қоқыстар, нұраның сынаппен ластануы, кертпештер, опырылу шығарындылар, жер асты сынап көлемі, қарағай орманының жойылуы, радиациялық ластану, жер асты керосин көлі, ауаның ластануы және де судың ластануы кездеседі. Ал Шығыс Қазақстан экономикалық аумағында ауаның ластануы, судың ластануы және де қалдықтармен ластануды біз картадан көріп отырсыздар. Ал оңтүстік Қазақстан экономикалық аумағында Арал теңізінің тартылуы, шөлге айналу, топырақтың тұздануы, судың ластануы,
ауаның ластануы, кертпештердің опырылуы және де қоқыстармен ластану мәселелері негізгі экологиялық мәселелерге айналып тұр. Қазақстанда экологиялық шығарындылардың 50%-ын жылу энергия орталықтары, 33%-ын тау-кен түсті металлургия комбинаттары береді. Осы өндірістер негізінен ластаудың көп бөлігін, көп пайызын қамтып отырған негізгі ластаушы көздер болып табылады екен. Ластану бойынша атмосфераға автомобильдерден шығатын қалдықтар бойынша бірінші орында Алматы қаласы тұр, 75%-ді құрайды. Екінші орында Ақтөбе қаласы 47%, үшінші орында 46%, ол бізде Семей. Төртінші орында Тараз 43%, ал Өскемен қаласы 5-ші орында 41%-ді құрайды. Ал енді суды ластайтын заттарға тоқталайық. Суды ластайтын заттар негізінен өнеркәсіптің шығарынды қалдықтары болып табылады. Еліміздегі судың ластануы жөнінен бірінші орында тұратын Түркістан облысындағы Бадам және Сайрам өзендері болып табылады. Сонымен бірге Қарағанды облысындағы Нұра өзені жатады. Табиғи ресурстардың жұмсалуы ол қоршаған ортаны ластап қана қоймай, ол сонымен бірге адам денсаулығына да өте үлкен қауіп төндіреді. 20 ғасырдың 70-80 жылдары әлем елдерінің көптеген мемлекеттері экологиялық саясатты ұстанып бастады. Қатаң түрде жазалайтын жазалаулар енгізіп, табиғатты қорғау туралы заңдар қабылдап, арнайы министрліктер құрылып, жергілікті басқару органдары құрылып, және де бақылау ұйымдары, сонымен бірге Жасылдар деген сияқты партиялар құрылды, Greenpeace сияқты қоғамдық ұйымдар, арнайы Киото сияқты хаттамалар енгізіліп, әлемнің экологиясын қалпына келтіру жұмыстары басталып та кетті. Сонымен бірге әлем елдерімен қоса Қазақстан да тұрақты даму жолына түсті. 1997 жылы қоршаған ортаны қорғау туралы заң, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заң, экологиялық бағалау заңдары қабылданды. 1998 жылы радиациялық қауіпсіздік туралы, 2002 жылы атмосфералық ауаны қорғау туралы заңдар қабылданды. Балалар, білесіздер ме? Сонымен бірге елімізде экологиялық қатаң түрде жазалайтын арнайы заңдармен бірге халықтың арасында экологиялық мәдениет деген ұғымды қалыптастыру да қолға алынды. Экологиялық мәдениет дегеніміз жалпы мәдениеттің бір бөлігі. Халықты экологиялық мәдениетке баулу мақсатында қазіргі кезде көгалдандыру, ормандар егу, суларды тазарту, тұщы сумен қамтамасыз ету деген сияқты өте көптеген іс-шаралар жүзеге асырылып келді. Бүгінгі сабағымыздың қорытындылай келе, осынау үлкен алпауыт жер шарында бір тек қана Қазақстанның күресуі ол жеткіліксіз. Яғни атмосфера, ауа қабаты, гидросфера, су қабаты, биосфера, тіршілік қабаты, яғни геосфера жалпы жер шарына ортақ құндылық. Яғни оны бүкіл дүние жүзінің барлық халқы бірге отырып, қалпына келтіріп, жұмыс жасап күресуі қажет. Сол себепті де Қазақстан дүние жүзінің осындай экологиялық апатты аймақтарды қалпына келтіру және де сондай экологиялық жұмыстарды жасайтын арнайы ұйымдарға мүше болып, біз де экологияны сақтаймыз деген негізгі заңдарға қол қойған. Осы сабақтың соңында 21 ғасырдың әрбір азаматы Рио 92 хаттамасындағы жер шарына бұрын соңды төнбеген қауіп төнді деген сөзді ұмытпау керек. Яғни табиғатты аялап, оның қалпына келуі үшін бірге жұмыс жасауымыз керек. Сонымен бүгінгі сіздермен сабағымыз аяқталды, ал енді үй жұмысына келейік. Үй жұмысы Қазақстандағы табиғат пайдаланудың ерекшеліктері және оның қоршаған ортаға әсерін бағалау. Қазақстан аумағындағы атмосфераны ластағыш заттар диаграммасын құрастырыңыз. Қалыптасқан жағдайдың себебін түсіндіріп, мәселені шешу жолдарын көрсетіңіз. Ал балалар,
Үй тапсырмасы түсінікті болса, келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.